Жегенде дәмі аузыңызда қалатын, өте нәзік, майды өзіне тартпайтын шелпек жасаймыз. Оның құрамына 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және де газдалған 1 стакан сусын қосамыз. Осы үшеуін жақсылап тұрып, осылай көпіргенше араластырасыздар. Содан кейін үстіне ұнды қосып араластырып аламыз әзірше қасықпен. Содан кейін жайлап қолыңызбен илей бастайсыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерден 7 шелпек шығады. Қасықпен араластырып болғаннан кейін қолмен жұмсақ болғанша мен иледім. Бұл қолға жабысқақ болмайды. Осындай жұмсақ қып илеңіздер сіздерде. Илеп болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа тұндырып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін мен осылай 7 бөлікке бөлдім. Бұл шелпектің ерекшелігі құрамына қопсытқыш, ас содасы қосылмайды. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Енді мен бірінші шелпекті жая бастадым. Осылай 7 шелпекті кезектесіп бірінші жайып алып, содан кейін ыстық майға қуыруды бастадым. Бұл шелпектің құрамына сіздер қопсытқыш, ас содасын қосып әуре болмайсыздар. Оның орнын басатын газдалған сусын қосылды. Бұл шелпекте тағы да қыр-сырмен бөлісе отырайын. Газдалған сусын қостық және де жұмыртқа. Жұмыртқаның қосылу себебі өйткені қуырылғаннан кейін бұл шелпек өзіне майды тартпайды. Сондықтан жұмыртқа қосылады. Бұл шелпектің жасалу жолына 40 минут уақыт кетеді. Бүгінгі кешкі ауыз ашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Ораза айында тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болып, жасап жеген шелпектеріңіз аз болсын. Осы уақытқа дейін шелпектерге газдалған сусын қосып жасайды дегенді мен ешкімнен естімедім. Сондықтан да осы оригинал рецептпен сіздермен бөлісемін. Мінекей мен де шелпектің 7-еуін жайып болдым да, ысып қызып тұрған майға қуырып алдым. Егер де жасап жатсаңыздар, ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазуды және де менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.